Сәлем достар, ең алдымен каналға жазылып лайк басып, колокольчикті басып кетулеріңізді сұраймын. Төртінші тарау. Өзіңізге деген қарым-қатынас. Бұл тарауда мен ер адамдармен қарым-қатынасыңыз туралы да, өмірлік серік табу жайлы да талқылаймын. Бұл тақырыптар бойынша көптеген кітаптар бар. Оның орнына өз-өзіңізге көңіл бөлу деген мәселеге басымдық бергім келеді. Көптеген әйелді ер адамсыз қалайша тұлға ретінде дамып қалыптасамын деген сұрақ мазалайды. Қыз-келіншектердің осы мәселеге келгенде қорқатыны рас. Ең алдымен қорқынышымызды мойындап одан алу керек. Сол себепті мен неден қорқамын деп тізім жасаңыз және оларды талдап екшеп біртіндеп құтылуға тырысыңыз. Қорқынышпен күресудің қажеті жоқ, себебі бұл үрейіңізді одан әрі күшейте түседі. Медитация барысында әрбір қорқынышыңызды суға ағызып жіберген тәрізді ойыңыздан түгел алып тастаңыз. Кейіннен әр қорқынышты жағымды жағынан қабылдау керек. Мені ешкім ешқашан жақсы көрмейді сөздерінің орнына мен өзімді шынайы жақсы көремін деп айту керек. Егер өзіміз жақсы көрмесек, бізді ешкім де сүймейді. Дәл қазір өміріңізде жоқ нәрсеге бола өкініп уақыт жоғалтпаңыз. Өзіңізге мейіріммен қарап, өз-өзіңізге ғашық болыңыз. Тәніңіз бен жаныңыздың махаббат дегеннің қандай сезім екенін ұғынуына жол ашыңыз. Сізге ғашық адамыңыз қандай қарым-қатынаста болғанын қаласаңыз, өзіңізге дәл солай қараңыз. Тұрмыс құрмаған бойдақ кезі, ажырасқан соң немесе жесір қалған кезі болсын, кез келген әйелдің өмірінде бір рет болса да жалғыз қалатын уақыт туады. Менің ойымша барлық әйел заты өзінен, тіпті қазір жеке өмірінде бәрі жақсы қыз-келіншектерде жалғыз өмір сүруге дайынсың ба деп сұрауы керек. Өзге адамға тәуелді болу ішкі қабілетімізбен байланысты болу дегенді білдірмейді. Жанымызда жұбайымыз болған күннің өзінде кім екенімізді, мақсатымыз қандай, нендей өзгерістер жасай алатынымызды танып білу үшін жеке қалып, арнайы уақыт арнауымыз керек. Жеке қалған сәтімізді ойлануға көбірек көңіл бөлген жағдайда нәтижелі етуге болады. Қазіргі таңда тұрмыс құрмаған әйелдің бойында бар қабілетін іске асуына шексіз мүмкіндігі бар. Саяхатқа шығуына, мамандық таңдауына, ақша, дос табуына, өзін-өзі дамытып отыруына жағдай жасалған. Жыныстық қарым-қатынас серік іздесе де ғашығын жолықтыруды қаласа да бәрі мүмкін. Қазіргі таңда тұрмыс құрмай-ақ балалы болуға болады. Бұл әрекеті үшін әйелді ешкім сөкпейді. Жаңа қоғамда нәзік жандар өз өмір салтымен өмір сүре алады. Дүние жүзінде көптеген әйелдерді ерлермен кездесу мен қоштасуларға толы қысқа мерзімді қарым-қатынас күтіп тұр. Ал кейбір әйелдер өмірінің қалған бөлігін жалғыз да өткізе алады. Мысалы, қазір Америка құрама штаттарында 164 миллион еркек және 167 миллион қыз-келіншек тұрады. Көптеген елдерде әйелдер мен ерлер санына үлкен алшақтық бар. Жалғызбасты әйелдер саны бұрын-соңды болмаған межеге жетті. Алайда біз бұл статистиканы жаман жағынан қабылдағымыз келмейді. Керісінше қыз-келіншектердің дамып жетілуі барысында мүмкіндік ретінде көргім келеді. Әдетте ешқандай өзгеріс болғанын қаламасаңыз да, өмірдің өзі қолыңыздан жетектеп тұрып, өзгертулер жасауыңызға күштейді. Мәселен, тіпті жек көретін жұмысыңыздан шықпай жүре берсеңіз де, түбінде сізді сол жұмыстан шығарып жіберуі мүмкін. Өмір біз үшін шешім шығарып мүмкіндіктер сыйлайды. Әйелдер ұзақ уақыт бойы өмірлеріне оң өзгеріс енгізу, саналарын қорқыныштан арылту мүмкіндігін елемей келді. Ал енді өмірдің өзі білек сыбана іске кіріспек.